Саламатсыздар ма, студенттер? Қазіргі қарастыратын бүгінгі баяндама тақырыбымыз мәңгілік ел 21 ғасырдағы Қазақстанның ұлттық идеясы. Жоспары: біріншісі кіріспе, екінші негізгі бөлім. Негізгі бөлімдегі қарастырылатын тақырыптар: мәңгілік ел идеясының бастауы тым тереңде болуы, мәңгілік ел идеясының тарихи негіздері, Қазақстан 2030 даму стратегиясы, мәңгілік ел идеясы Қазақстанның тарихи дамуының жаңа векторы, қорытынды және пайдаланған әдебиеттер тізімі. Кіріспе: елбасы өзінің тарих толқынында атты еңбегінде, егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекеттілігімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн. Оған барар жол халық даналығының негізінде жатыр деген еді. Ал 2014 жылдың қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезекті халыққа жолдауында бір жыл бұрын еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол мәңгілік Қазақстан жобасы. Ел тарихында біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел-келбеті деп атап өтті. Бұл орайда елең еткізген жаңалық тұңғыш мемлекеттік ресми идеология, яғни мәңгілік ел идеясының жариялануы. Бұл Қазақстан Республикасының ұлттық идеясының келген түйін тұжырым. Мәңгілік ел түрік жұртының данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк негізін қалаған идея деп жазды түріктанушы ғалым Сартқожаұлы. Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін геосаяси және ішкі сыртқы қорғаныс шеңберін жасап, мәңгілік ел саясатын көк түріктер іске асырды. Сол идея, сол мұрат бүгін қазақ елінің бас ұранына айналуда. Мәңгілік ел идеясының бастауы тым тереңде болуы. Халық өмірі оның келесі ұрпағымен жалғасып отырады. Сондықтан да халықтың мәңгілігі туралы арманнан асқақ арман жоқ. Мәңгілік ел бұл ертеңгі күнге есік ашатын, болашаққа сенімді арттыратын идея. Бұл кері қайтпайтын және берік тұрақтылықтың символы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиында сөйлеген сөзінен 2014 жылғы 15 желтоқсан. Мәңгілік ел идеясының бастауы тым тереңде болуы. Мәңгілік ел идеясы біздің түркілік дүние танымымыздың болмысымызды, көшпенділер өркениетінің негіздерін заман талабына сәйкес қайта жаңғырудың, елімізді алдыңғы қатарлы қуатты мемлекеттер қатарына жеткізудің идеялық кепілі болып табылады. Нақтырақ айтқанда, ол қазақ елінің жарқын болашағын білдіре отырып, Қазақстанның дамыған елдермен терезе теңестіруіне жол ашатын халықты ортақ мақсат мәңгілік ел болуға жұмылдыратын идея. Мәңгілік ел ұлттық бірлік пен бейбітшілікті, экономиканы нығайту, халықты әлеуметтік қорғау, ұлттық қауіпсіздік, мәдениеттің, тілдің дамуы, патриоттық отаншылдық сезімнің күшеюі негізінде алынатын Қазақстан жолының жаңа кезеңі. Мәңгілік ел ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету мәселелері маңызды болып табылады. Түркі тарихын, көне түркі мұраларын зерттеуші филология ғылымдарының докторы профессор Қаржаубай Сартқожаұлының «Мәңгі ел» халықаралық ғылыми көпшілік тарихи журналында мәңгілік ел түрік жұртының данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк негізін қалаған идея екендігін жазған. Ел теріс, Құтлұқ қаған екінші түрік қағанатының құрғаннан кейін Тоныкөк мәңгілік ел идеясын қолға алды. Мәңгілік ел мақсаты түрік елінің билігі деп осында
13 ғасыр бұрын мәңгілік идеясын ұсынған. Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін геосаяси және ішкі сыртқы қорғаныс шеңберін жасап, мәңгілік ел саясатын көне түріктер іске асырды. Сол идея, сол мұрат бүгінгі қазақ елінің бас ұранына айналуда. Күлтегін жазуының қазіргі қазақ тілінің нормасына келтірілген Ғұбайдолла Айдаровтың нұсқасында көктегі түрік тәңірісі, түркінің қасиетті жер суы былай депті: түркі халқы жоқ болмасын дейін, халық болсын дейін деген жолдар бар. Бұл жерде елдің тарих сахнасынан кетпей сақталуын тілейді. Мәңгілік ел дегеніміз мемлекеттің ғасырлар тоғысында ірі державалар арасында бәсекеге төтеп беріп, өзіндік қорғаныс ұстанумен түсінуге болады. Архон өзенінің бойында түрік қағанатының Орда-Балк деген астанасы болған. Қағанаттың хан ордасы мемлекеттің ішкі ядросы. Оны қорғайтын арнайы полиция тұрғақ деп аталған және оған қоса тұрақты әскер шерік деп аталған пайдаланылды. Ішкі қорғаныс деп атаған екінші шеңбер белдеуін түрлі тайпалар қорғап отырды. Үшінші шеңберінде 10 оқ түргештер тұрды. Қырғыздар, қидандар, татабилер, таңғыттар, басмылдар және үшінші шеңбердің қорғаушысы болды. Осы үш шеңбер тұтас империяны қорғап тұрды. Түріктер осы үш шеңберді орнатып болған соң мәңгілік ел идеясын нық бекемдейді. Ғұлама ойшыл сазгер қобыз жасаушы Қорқыт бабамыздың өлімге қарсы тұрып, мәңгі өмірге ұмтылуы тек Қорқыттың ғана емес, сол заманғы билеушілердің елдің мәңгі өмір сүруін қалағандығын білдіреді. Мұхтар Әуезов Қорқыттың мәңгілік өмір туралы толғаныстарының негізгі философиялық түйінін аша келіп, оның болашақ ұрпақ үшін дүниетанымдық маңызы зор мәңгілік мұра екенін атап өткен. Қазақ халқы арасында тараған аңыздардан Қорқытты бірде айтулы күй атасы ретінде көрсек, енді біразында ол өлім атаулыға қарсы шара іздеген қамқоршы ретінде көрінеді. Қорқытты мәңгі өмірді іздеген, бақилық болғысы келмеген деген түсінікті халқына жер ұйықты іздеген Асан Қайғымен түсіндіруге болады. Асан Қайғы өз халқы үшін ең қолайлы, ең құнарлы жерді іздегендігі белгілі. Утопиялық көзқарастағы Асан Қайғының жер ұйықты іздеудегі мақсаты халқының жайлы жерге қоныстанып, болашаққа мәңгі ел болуын қалаған. Көне түркілердің мәңгілік ел идеясы үш негізден тұрады. Оның біріншісі көне түркі жазба ескерткішіндегі мәңгілік ел идеясы. Екіншісі Әл-Фарабидің Қайырымды қалада философиялық шығармасында, әсіресе бұл идеяның теориялық методологиялық тұрғыдан тиянақталынуы, және үшіншісі Жүсіп баласағының осы идеяны негізделген Құттыбілік дастаны. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы үшін билік ұстап отырған қаған мен ақылгөй дана, бір ауыздылығы, сөз бен істің ажырамауы, елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық күштердің ұйытқысы болуы қажет түп нысана ретінде айтылады. Түрік халқының елдігінен айырылып, қағансыз қалып, тағы да басқаларға бағынып, одан қайта көтеріле бастағаны, жаңа қаған отырғаннан кейінгі елдің басып біріктіру шаралары, яғни түнде ұйықтамай, күндіз ұйықтамай, түркі елі үшін қызыл қанын ағызып, қара терін төккені, күш қуатын бергені паш етіледі. Осының бәрі кейінгі ұрпаққа да үндеу ретінде айтылғаны көрінеді. Сонымен қатар бұл жерде мәңгілік ел ұғымы, тәуелсіздік рухы, азаттық идеясы бір-бірімен үндесіп отыр.
Әл-Фараби ежелгі грек философы мен шығыстың мұсылман ілімдерінің байланыстыра отырып, түркі дүниесінің мәңгілік ел философиясының теориялық негіздемесін жасап берді. Ғалым мәңгілік ел теориясының негізгі ережелерін қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы, мемлекет билеушінің нақыл сөздері, азаматтық саясат шығармаларында баяндайды. Бақытқа жету жолында адамдардың арасындағы қайырымдылық пен түсінушілік, бір-біріне көмек беру, достық пен мейірімділік, тәрбие мен тәлім Әл-Фарабидің тұтас әлеуметтік саяси теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды. Мемлекет пен қоғамның кемелденуі туралы әлеуметтік саяси теориясында мемлекет басқарушылары мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың да ұстануы тиіс мемлекетті басқарудың императивті мен механизмдері көрсетіледі. Сондықтан да бұлардың бәрі қазіргі таңда түркі тілдес мемлекеттердің ұлттық құндылықтары ретінде саналуы тиіс. Әл-Фараби мемлекеттің міндетін және оның ішкі және сыртқы міндеттерін толық анықтап береді. Сыртқы міндеті ретінде мемлекеттің қайырымды қала тұрғындарын немесе мемлекетті сыртқы жаулардың қорғау, яғни күшті қорғаныс ұйымдастырумен жүктеледі. Ішкі міндеті ретінде мемлекеттің өз халқының бақытқа жету үшін көрнекті шараларды іске асыру керек. Олар әділеттілікті орнату, халықты оқыту, оларды керекті ғылыммен толықтыру, адамгершілікке тәрбиелеу, қайырымдылықты тарату және ең жақсы бақытқа жеткізетін әдеттерді бойға сіңіру. Қалған мәселелердің бәрі экономикалық және саяси мәселелер негізгі міндетке бағынады, яғни адамдардың бақытқа жетуі олардың рухани жетілуіне тәуелді. Құтты білік дастаны Қарахан мемлекеті түріктердің тілінде жазылғаны белгілі. Түріктің жазушысы, ұлы философы Жүсіп Баласағұн құтты білік деген еңбегінде 1069-1070 жылдары Баласағұн қаласынан бастап 18 айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Жүсіп Баласағұнның құтты білік шығармасы араб-парсы әдебиетінің көшірмесі емес. Дастанда 10-11 ғасырлардағы жетісу жерінде тұрған тайпалардың салт санасы, әдет-ғұрыптары, наным-сенімдері көп жырланған. Құтты білік кейіпкерлерінің есімдері де бұрынғы тәңірлілік дін нанымдарына қатысты. Басты бейне күн туды, әділ ел басшысының рәмізі. Бұл бейне күлтегін түркі қағанаты туралы сөз жазуларынан басталып, Әл-Фараби мен Қожа Ахмет Яссауидің армандаған түрік әдебиетіндегі үлгі мұрат тұлғаның бастысы. Жүсіп Баласағұнның басты кейіпкер қылып күлтегінді көрсетуі түркі мәдениетін жалғастырушы, мәңгілік ел бағдарының қолдаушысы екендігін айқындайды. 18 ғасырда қазақ хандығының басын қосып, айдаһардай Қытайдың аузына түсірмей ақырған аюдың тырнағынан аман қалып қалған Абылай ханның саясаты түркілік мәңгілік ел идеясын жандандырушы тұлғаның ерлігі. Шығыстағы ежелден дұшпанымыз Қытайлар жоңғарларды қазақ жеріне айдап салып, сол арқылы қазақ жерінде жоңғарларды да өзіне қарату еді. Осы соғыста не қазақ, не жоңғар болмаса екеуі де құруы керек екендігі алпауыт елдердің жаттанды саясаты еді. Бірақ қазақ елі аман қалды. Қазақтың бақытына орай Абылай хандай дара тұлға тарих сахнасында келді. Нәтижесінде бұл соғыста қазақ емес, жоңғар 1758 жылы тарих сахнасынан мүлдем жойылып кетті. Ел басына түскен үлкен қиыншылықтан Абылай хан бабамыз
елді біріктіріп, жұмылдырып, соның арқасында қазақ елін аман сақтап қалды. Ендеше Абылай хан елді біріктірген ұлы тұлға және мәңгілік ел идеясының жалғастырушы екендігін мақтанышпен айтуға болады. Мәңгілік ел идеясының тарихи негіздері Қазақстан 2030 стратегиясы. Мәңгілік ел ұлттық идеясының басты негізгі іргетасы бірлік екенін ұмытпағанымыз абзал. Бірлік ол елдің рухани бірлігі, халықтың мәдени, тілдік, діндік, ақпараттық кеңістікке деген бірлігі. Қазақстандықтардың әлеуметтік, мәдени, рухани бірегейлігін дамыту, ұлттық идеологияны дамытудың басты факторы болуы тиіс. Мәңгілік ел идеясы біздің мәңгілік халық, мәңгілік мемлекет болып қалуымызды қуаттайды. Халқымыздың өз тамырын тегін, ұлттық рухы мен өзіндік бірегей даму жолын сақтауға, әлем қауымдастығында өз рөлін айқындауға, тарихи мәдени құндылықтарды мұқият сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге, адамгершілік бағдарлары қалыптастыруға, дамытуға, қоғамның зияткерлік әлеуетін күшейтуге үндейді. Сондай-ақ мәңгілік ел ұлттық идеясы жас ұрпақты өз отанына деген сүйіспеншілікпен патриотизмге, ұлттық салт-дәстүрге, руханият пен мәдениетке құрмет сезіміне тәрбиелеуді талап етеді. Сол себепті жас ұрпақты мәңгілік ел ұлттық идеясына тәрбиелеу бүгінгі күннің ең өзекті мәселесі. Мәңгілік ел идеясы мәңгілік халық, мәңгілік мемлекет ретінде халқымыздың көп ғасырлық арман мұратына, ел дамуының нақты нәтижелеріне негізделген. Мәңгілік елдің жұмылдырушы күш-қуаты келесілерге негізделген: өз барабарлығын, өз тамыр-тегін, өз ұлттық рухы мен өзіндік бірегей даму жолын сақтауға, әлем қауымдастығында өз рөлін айқындауға, тарихи мәдени құндылықтарды ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін сақтауға, мүдделікке, маңызды міндеттерді барынша ауқымды түрде шешуге ұмтылысқа, оның басымдылықтары, дәстүрлі құндылықтарды қолдау, ұлттық барабарлықты анықтайтын адамгершілік бағдарларды қалыптастыру және дамыту, қоғамның зияткерлік әлеуетін күшейту. Негізгі өнімдері гуманизм және әділеттілік, әлеуметтік адамгершілік процесс болмақ. Мәңгілік ел Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіру стратегиялық мақсатын жүзеге асыруға бағытталған қуатты жұмылдырушы бастама. Қазақстан 2030 стратегиясын жүзеге асыруда үлкен жауапкершілікті мемлекет құрушы ұлт ретінде қазақ халқына жүктей отырып, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тек мәдени кодты сақтай отырып қана тіл, руханилық, салт-дәстүрлер, уақыттың сын қатерлеріне жауап қайтара алатынымызға баса назар аударды. Егер ұлт өзінің мәдени кодын жоғалтса, онда ол ұлттың өзі де жоғалады. Тек тағылымды тарих, ата-бабалар даңқы ғана қазіргі уақыт қиындықтарын жеңуге мүмкіндік береді деген құнды пікірі ата салтымыздың сақтауға, туған жер мен ел алдындағы парызымызды ақтауға шақырады. Осыған байланысты көптеген ғалымдардың ұлттық идеологиялар ұзақ өмір сүреді және ұлттар сол үшін өзінің жеке мені үшін күреседі. Онсыз ұлт туралы пікір болуы да, оның болашағында тарихи өмірі туралы да сөз қозғаудың өзі мүмкін емес деген пікірді орынды Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жолы 2050, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ, нұрлы жол, болашаққа жол атты жолдауларындағы мәңгілік ел ұлттық идеясының қалыптастыру туралы ой отандық саясаткерлер, профессорлар, тарихшылар ортасында кеңінен қолдау тапты. Мәңгілік ел ұлттық идеясы маңызды құраушыларын этностық қалыптастырушылық, азаматтық және
жалпы мемлекеттік. Сонымен қатар мықты және қуатты Қазақстан мемлекетін құруда басшылыққа алынатын Қазақстан 2050 стратегиясының негізгі 6 бағыттарын негізге алады. Бірінші, жаңа қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу. Жаңа қазақстандық патриотизм бұл этникалық айырмашылықтардан тыс бүкіл қоғамды біріктіруі тиіс барлық мүмкіндік. Екінші, барлық этностар, азаматтары, құқықтарының теңдігі. Біз барлығымыз тең құқықты, тең мүмкіндіктерді иеленген қазақстандықтармыз. Біздің жерімізде бейбітшілік пен тыныштық орнауына біз тікелей жауаптымыз. Үшінші, қазақ тілінің дамуы және тілдердің үш тұғырлылығы. Жауапкершілікті тіл саясаты қазақ ұлтын біріктіруші басты факторлардың бірі болып табылады. Қазақ тілі біздің рухани негізіміз және оны барлық салада белсенді пайдалана отыру дамытуы керек. Төртінші, мемлекетті дәстүрлі және даралықты қайта өркендеу, дәстүр мен мәдениет ұлттық генетикалық коды. Бесінші, ұлттық зиялы қауым рөлін көтеру. Зиялы қауым қалыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа жалпы ұлттық құндылықтар жасауда жетекші күш болуы керек. Алтыншы, мемлекеттің зайырлы сипатын нығайту. Бұл Қазақстанның сәтті дамуының маңызды шарты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мәңгілік ел идеясын Қазақстан халқының жарқын болашағы үшін қабылдаған өте маңызды және тарихи мәнге ие құжат. 5 институционалды реформаны жүзеге асыруға бағытталған нақты 100 қадам атты бағдарламаның идеологиялық негізі етіп алды. Мұндағы бір тектілік пен бірлік реформасында мәңгілік ел патриоттық актісі жобасын әзірлеу, Қазақстан халқы ассамблеясының үлкен ел, үлкен отбасы, кең көлемді жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, азаматтық бір тектілікті нығайтудың менің елім ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, нұрлы болашақ ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру және тағы да басқа нақты қадамдар жүзеге асыру көзделді. Мәңгілік ел идеясы Қазақстанның тарихи дамуының жаңа векторы. Мәңгілік ел идеясы жүзеге асыру белгілі бір құндылықтар жүйесіне негізделетіні белгілі. Мемлекеттік тіл мәңгілік ел идеясының негізі өзегі. Мемлекеттің билігінің құдіреттілігі мен күштілігі қазақ тілінде сөйлеумен өлшенеді. Мемлекет қай тілде сөйлесе, сол тілдің құдіреті қашанда үстем болады. Мемлекеттік тілде сөйлеу қазақ халқының ішінде өркениеттік, мәдени бағытын арттырады. Тіл ұлттық мәдени коды, ойлау және таным, дүниеге қатынасының құндылықтарды бағалай білу жүйесінің коды. Сонымен бірге тіл билік, үлкен саясат. Тіл мәңгілік ел идеясының басты негізі. Ана тіліңді құрметтеу, ұлттық намысты ояту және жаңғыртудың көзі. Бұл жолда тілдік және ақпараттық кеңістікті қор тұрғыдан ықпал ету, ақпараттық кеңістікті қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ел тәуелсіздігін қорғаудағы басты ұстаным болуы тиіс. Жаңарудың, өміршеңдіктің негізі жастарда. Бұл үшін азаматтар тәлім-тәрбие мен ғылымға баса мән беріп, біліммен мықтап қарулануы қажет. Елдің экономикалық рухани жағдайының дамып, өркендеуі, ұлттық бәсекеге қабілеттілігін арттыру елінің білім деңгейіне де тығыз байланысты. Қазіргі кезде бұл бағытта нәтижелі жұмыстар атқарылып та жатыр. Мәңгілік ел идеясының жүзеге асырылып, одан әрі дамытатын жастар болғандықтан, олар ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп, ұштастыра білген, өз елінің нағыз жанашыр азаматтар ретінде қалыптасуға талпыну керек. Мемлекеттің осы бағытта атқарып жатқан ізгі жұмыстары аз емес. Солардың бірі осы мәңгілік ел идеясы.
Қорытынды. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен Астанада асқақ рухымызбен мәңгілік мұраттарымызды паш етіп тұрған мәңгілік ел салтанат қақпасының салынуы, мәңгілік ел идеясының мемлекеттік идеологияға айналғандығының бір дәлелі. Мәңгілік ел сөзінің терең тарихи тамыры және үлкен мағыналы мәні бар. Түрік шежіресінде мәңгі сөзі Тәңір, Құдай, Алла сөздерімен мағыналас қолданылды. Осыдан кейін мәңгілік ел Алла тағаланың елі, халқы деген білдіреді және мемлекет пен ұлттық уақытпен шектелмеген тұмары болады деуге толық негіз бар. Мәңгілік ел ұлттық идеясының негізгі мәні мәңгілік мақсат. Мұраттарымызды бен мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген мемлекет құрушы қазақ халқы мен өзге де ұлттардың ұлттық идеяларының бір арнаға тоғыстыратын идеология арқылы қалыптастырылған қазақтың ұлттық мемлекеті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мәңгілік ел болу мұраты көтерген Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің саяси бағыты атты Қазақстан халқының арналған жолдауы ел өміріндегі жаңа емес, әлемдік деңгейдегі саяси маңызы зор тарихи құжат ретінде бағалануда. Мәңгілік ел болу шектеусіз ғұмыры жоқ, тәуелсіз тұғыры биік, ғылым білім дамыған, бірлігі жарасқан, алдыңғы қатарлы әлем таныған алпауыт елге айналу. Мәңгілік ел ұлттық идеясы дегеніміз өткенімізбен сабақ ала отырып, болашағымызды баянды ету жолындағы хақ мұраттарымыз. Слайдтың соңында пайдаланған әдебиеттердің тізімі мен сілтемелер берілген.